Assalamualaikum бауырлар. Мынау бүгінгі біз полуавтомат қалай жөндеуді және өздіктенен өзін жөндей алатын жағдайда үйретеміз, көрсетеміз. Сағатын жағы жұмыс істемейді, қосамыз. Міне айланбай. Бөтен дауыс шығып тұр, қосылмай. Дұрыс па? Енді тоқтан суырамыз. Так, сөйтіп мына нені прибормен тексереміз. Жаңа дайындап қойғанбыз ғой біз. Мына мотордың 3 орағына. Так, мына прибордың омына қоямыз біз. Мына енді біздікі мынандай не бар? Автонегрік. Сөйтеміз да, мына 3 сымның мәшиненің орамын тексереміз. Қол тимеу керек оқшымен. Бізде приборда міне. Егер де бөтен болатын болса, мынада қазір бөтен орам. 69-10 көрсетіп тұр. Екінші мына орамға қайттан қоямыз. Значит, орам, мотордың орамы үзік деген сөз. Так, енді мынаны алу үшін, моторды босату үшін, мына шуруп екі жағында айландыр шурупын босатамыз. Так, шурупын босатамыз. Босатамыз шуруптарын. Так, и мындай ыдысқа сақтаймыз, чтобы доғып кетпес үшін. Мен тұсқап жүрмеймін. Енді бұны мына бетін. Мынаның ішіндегі ыңғайлы болу үшін мына жерде помпаны босатып қоямыз. Моторды алу үшін осыны босатамыз. Бұл не дегенге жұмыс істеуге ыңғайлы болады соған. Ендігі мына жерде торможениені босатамыз. Мына жерде ішкі барабанды ұстап тұратын 8-ші болып тұр. 8-ші болып босатамыз. Сегізінші болт. Резмен тез бар қарап өткен екен. Так, сегізінші болт босады. Так, енді біз мына жерден ременді алып тастаймыз. Жуатын жоқ. Ременді ағытамыз. Ременді былай шығарамыз. Енді бізге моторды алу үшін босады.
жылжытып моторға қол жеткізу үшін қосымша шланг үстірген. Енді кейде мынау біздің барабанымыз мына валдың бойында қатып қалады, су тигеннен кейін. Бұны басында балға мініріп аламыз бүйтіп. Нені босатамыз бүйтіп. Қатып қалған ғой, негізінде шығу керек бұл. Астында екінші сегізді босата саламыз. Қанша алты ма? Жаным, түбет. Тамажын шығарып. Енді біз мынаны былай тартып, былай оңайлап қойып помпаны тастаймыз. Мына помпадан клейма, кірма, не өткен. Так, бұл бізге керегі мен. Мына автоматымыз, моторымыз болды. Енді бұны шешіп аламыз. Так, оны жегейсің. Мына бетіндегі қорғаныш қағаздарын шешіп аламыз. Каулы торможениенің несі бар. Мына моторды шешіп алдық. Мынада қанша желу? Желмей өтті, желу тағы өтті аям. Так, міне біздің мына күйген моторымыз. Мына су тиген. Былайша. Мына жеріне бұрғанына орауны күйген екен. Астына су тиіп. Так, бұны орына жей. Бұны салып жіберекті. Бұл моторда екен. Жаңа салынған мотор. Енді бұны жалғамасы болсы тұрын. Несін тексереміз. Изоляциясын орамның бүтіндің сегін. Так, енді тақтық. Так, бізде енді мұна ақталасын. Көп көрін. 200 кило ом көрсетіп тұр бізде.
Бізде ең азы мынау 70 килоны көрсетті. Ақ 70 көрсетті. Мына ең екеуі 200 килоны көрсеткенде, мынада конденсаторға жазылған. Мынада бұл. Мынау конденсатордан келген. Мынау бұл не арқылы келеді біреуі? Конденсатордың сымы біреу розовый, біреу сарыны. Бұл конденсатор емес қой? Прямой ток бұл. Бұл прямой ток міне аққа жалған. Ең өзіне. Бізде мынау 200 килоон шыққан екі орамда, бұл екеуінің орнына отырсаң, бақыт ауыса береді бұларда вращение. Бұның екеуінің разница жоқ. Болды. Қосамыз. 1 минут тоқтатып. 220 қостық мұны. Мотор айланып отыр. Вращениесі нормально. Болды еще. Енді битеміз болады.